етеккірдің кешігуі кез келген жаста орын алуы мүмкін, себебі оған әкелетін себептер өте көп. Егер сіздің етеккіріңіз өзінің уақытынан 5 күнге немесе 7 күнге дейін кешігіп келетін болса, онда ол қалыпты жағдайға саналады. Ал 7 күннен аса кешігіп келмей жатса, онда міндетті түрде гинекологқа бару қажет. Әрине, етеккірі кешігіп жатқан жағдайда ең бірінші жүктілікті тексеру қажет. Ол үшін жүктілікке арналған тестті және ХГЧ-ге арналған қан анализін тапсырып анықтау қажет. Негізінен етеккірдің 6 айдан аса келмеуі аменоррhea деп аталады. Аменоррhеаның біріншілік және екіншілік деп екі түрін ажыратамыз. Біріншілік аменоррhea дегеніміз ол 16 жасқа дейін ешқандай да етеккір қанының болмауы. Бұл енді жасөспірім қыздарда кездеседі. Оны егер керек болған жағдайда басқа видеода айтамын. Ендігі екіншілік аменоррhea. Екіншілік аменоррhеаның себебі өте көп. Оның ішінде негізгілері: бірінші ол гинекологиялық аурулар, яғни әйел адамның жыныс мүшесі жағындағы аурулары. Ол аурулар аналық безінің поликистоз синдромы. Одан кейін ол ерте климакс немесе аналық бездердің уақытынан бұрынғы сарқылуы. Үшінші овуляцияның болмауы. Төртінші гиперпролактинемия, яғни пролактин гормонының өте көп болып кетуі. Одан кейін жатырдағы болатын патология, яғни ашарман синдромы. Одан кейінгі себеп ол қалқанша безінің қызметінің бұзылыстары. Одан кейін ол өте қатты стресс, яғни емтихандар тапсыратын кезде, немесе жұмыстан шығып кеткен кезде, басқа жаққа көшіп жатқан кезде, немесе ажырасу болып жатса, бір өлім болып жатса, соны қатты уайымдаған жағдайда, қатты уайымдап стресске түскен жағдайда да етеккір кешігеді. Одан кейінгі себеп өте көп мөлшердегі физикалық жүктемелер, яғни ауыр дене күшімен, дене жұмыстарымен айналысу. Бұл пролактин гормонының жоғарылауына әкеледі. Ол өз әсерінде гиперпролактинемия, яғни жүктіліктің болмауына, етеккірдің кешігуіне алып келеді. Үшінші, өте бірден тез арықтап тастау, яғни тез салмақ тастау, немесе дене массасының жетіспеушілігі. Одан кейінгі себеп климаттың ауыстыру. Яғни көбіне жылы аймақта өмір сүрген, жылы аймақтың тұрғындары суық аймаққа барған кезде, осы кездерде етеккір циклы кешігіп келеді. Сонымен қатар басқа сағаттық белдеулері бар елдерге ұшқан кезде де, ол кездерде де гормондарда өзгеріс болады да етеккірдің кешігуіне әкеледі. Әрине, бұл себептердің барлығы етеккірдің кешігуіне алып келеді, бірақ нақтысын дәрігерге барып қаралып, анализдерді тапсырып және әртүрлі диагностикалардан өтіп барып анықтау қажет.